Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл тең бір доба арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық достар. Бүгін мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Арнама тіркелуді ұмытпайық. Енді видеода тұрақты түрде шығып отырады. Килиан Мбаппеден хет-трик. Кеше ғана PSG Ремспен ойнады. Ремстің жеріне барып, және ол жерде PSG жеңіске жетті. Есеп 0-3. Мбаппе әдеттегідей жақсы өнер көрсетіп, хет-трик жасап, PSG-ға жеңіс сыйлады. Килиан Мбаппе уақыт өткен сайын PSG сапында жақсы өнер көрсетуде, және де жазда Реал Мадридке де ауысуы мүмкін, өздеріңіз де білесіздер. Кеше журналистер сұрақ қойған болатын, PSG Чемпиондар Лигасын жеңе ала ма әлде жоқ па деп. Килиан Мбаппе былай жауап берді: PSG өте керемет команда, және ол Чемпиондар Лигасын жеңіп алуға лайықты. Біз жақсы өнер көрсететін болсақ, Чемпиондар Лигасын әрине жеңіп аламыз. Тағы да сұрақ қойылды: сіздер группадан шыға аласыздар ма деп. Я, біз группадан шыға аламыз деп жауап берді Килиан Мбаппе журналистерге. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? PSG Чемпиондар Лигасын жеңе ала ма, жеңе алмай ма? Одан бұрын группадан шыға ала ма, шыға алмай ма Чемпиондар Лигасына? Өз ойларыңызды әрине комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Білесіздер, әркімнің өз ойы бар. Менің ойымша биыл Чемпиондар Лигасын Манчестер Сити немесе Бавария жеңіп алады. PSG-ға мүмкіндік жоқ деп ойлаймын. PSG-да жастар көбінесе, опытный ойыншылар жоқ. Ол үшін шығар. Ал енді келесі жаңалықтарға да өте берейік. Эрик Тен Хагты Манчестер Юнайтед жұмысынан қумақшы. Оның себебі әрине Манчестер Юнайтедтің тең ойындары және жеңілісті сериялары. Чемпиондар Лигасының соңғы ойынында Копенгагеннен жеңілді. Сол ойыннан кейін хабарлар таралып кетті, Тен Хаг команданың бас бапкерлігінен кетеді деп. Тек қана Чемпиондар Лигасы емес, және де АПЛ-да да жеңілістер бар. Соңғы ойында бірақ жеңіске жетті, есеп 1-0 есебімен. Ланспен өткен ойында. Бірақ енді дұрыс тактика қоя алмай жатыр ма, немесе ойыншылармен келіспей жатыр ма? Сол үшін енді Манчестер Юнайтедтің бас бапкері болмақшы. Бұл бапкер Криштиану Роналдуды қуған, білесіздер, Эмюдің сапынан. Осы бапкермен Криштиану Роналдудың сөзі тура келмей командадан кетіп қалған болатын Криштиану Роналду. Эрик Тен Хаг сол кетіп қалады ол Манчестер Юнайтедтің тізгінінен. Бұл бапкер тағы біреу хейтит етіп жатыр, ол әрине Пирс Морган. Эмюдің жақсы ойын көрсете алмай жүргеніне Эрик Тен Хаг кінәлдеп жатыр Пирс Морган. Бұл Пирс Морган дегені Эрик Тен Хагтың арқасында дамыған деп ойлаймын. Ол Эрик Тен Хагты жамандай береді және хейт ете беріп өзіне актив жинап алды. Өз ойларыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер. Эрик Тен Хаг командадан кете ма, әлде кетпей ма? Енді тағы да Эмю туралы сөйлесе кетейік. Криштиану Роналдудың орнына келген Антони Манчестер Юнайтед сапынан кетпекші. Антони соңғы кезде Манчестер Юнайтед сапында жақсы өнер көрсете алмай жүр. Сол себепті Манчестер Юнайтед оны жалға немесе сатып жібергісі келеді. Осы маусымда Антони 12 ойынға қатысып, 1-1 ассист, 1-1 гол соққан жоқ. Нәтижелі жұмыс жасамаған үшін Манчестер Юнайтед сол ойыншыны сатып жібермекші. Ол ойыншыны бақандай 95 миллион еуроға сатып алды Манчестер Юнайтед Аякс сапынан. Антониға мүмкіндік берген жақсы ма, әлде сатып жіберген жақсы ма? Өз ойларыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер. Менің ойымша Антониға мүмкіндік беру керек, сол арқылы ол мүмкіндікті дұрыс пайдалана алса командада қалғаны жөн. 15 миллион еуроға алған ойыншыны дұрыс ойнату керек, өз ойым. Менің ойымша Антони АПЛ-да енді үйренісіп жатыр, сол себепті жақсы өнер көрсете алмай жүр. Бірақ енді ойынға мүмкіндік беру керек. Сол 3 ойында дұрыс пайдалана алмайтын болса, командадан қуып жіберу керек Антониді. Бүгін Челси өз алаңында Манчестер Ситиге қарсы ойын өткізеді. Кімге деп ойлайсыздар? Әрине ол Манчестер Ситиге, Холланды бар Ситиге. Бүгінгі ойында Почеттино не істейді? Жеңіске жету керек. Жеңіске жетпейтін болса, жұмыстан кетуі мүмкін. Бірақ оған Манчестер Сити ұпай бергісі келмейді Челсиға. Оларда кім бар? Әрине Эрлинг Холланд бар. Ол жоқ дегенде бір 3-4 голды салып тастайтын шығар. 3-4 демей қояқ, жоқ дегенде 1-2 гол салатыны анық. Манчестер Сити мықты, неге десеңіздер, оларда Пеп Гвардиола бар, және Пеп Гвардиола керемет тактика қояды, және соның арқасында көбінесе Манчестер Сити жеңіске жетеді. Бірақ ойын белгісіз. Алдыңғы ойында Челси жақсы өнер көрсетті. Тоттенхэмге қарсы 4-1 есеппен жеңіске жеткен болатын. Бүгінгі ойын өте қызық болайын деп тұр. Менің ойымша екі командада гол соғатын сияқты. Екі команда гол салғанымен бәрібір менің өз ойымша Почеттиноның командасы жеңіліске ұшырайды. Манчестер Сити жеңіске жетеді. Почеттиноның командасында мықты ойыншылар бар, қымбатқа алған ойыншылар бар. Челсидің составы керемет, бірақ олар тактика жағынан Манчестер Ситиге жетпейді. Манчестер Ситиді білесіздер, олар 4-5 жылдан бері АПЛ-да тұрақты ойын өрнегін көрсетіп жүр. Сол себепті бүгінгі ойында Челси жеңіліске ұшырайды деп ойлаймын. Өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Енді келесі соңғы жаңалығымызға да өте берейік. Зидан Лига 1 гиганттарының бірінің менеджері болуы мүмкін. Неден Зидан Марсельде жұмыс істеуді қарастыруда? Реал Мадрид
Юнайтедтің бұрынғы жаттықтырушысы бас менеджер қызметін атқаруға келісті, бірақ клуб сатылуы мүмкін. Марсель клубын араб шейхтары сатып алуы мүмкін. Келіссөздер жақсы жалғасуда деп хабарлайды мұнда Депортиво басылымы. Зиданның Марсельге көшу мүмкіндігі футбол әлеміне үлкен қызығушылық тудыруда. Зидан енді өз бағын Марсельда сынап көрмекші. Алайда әзірге клубта Зидан да бұған қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Жақында осы жаңалық шындыққа айналуы мүмкін. Зизу Реалды 2 рет баптады. 2016 жылдан 2018 жылға дейін және 2019-дан 2021 жылға дейін. 2019 Реал Мадридтен кеткеннен кейін Зинедин Зидан ешбір команданы баптаған жоқ. Егер Зидан Марсельдің бас бапкері болатын болса, ол Франция лигасында қызығушылық басталатын болады. Марсель мен ПСЖ арасында. Зидан басында Манчестер Юнайтед немесе Ювентусқа барады деген еді, бірақ ол Марсель клубын таңдады және Марсель клубының бас бапкері болмақшы. Ал достар, бүгінгі жаңалықтар осы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Сіздермен бірге бұл теңбілді арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.